Ой, Ас атасы нан. Қаттай. Ас атасы нан. Қаттай атасы. Ас атасы нан. Тоқтамай. Атасы нан. Ас Ас атасы нан. Демен атам өтті. Сосын айжа бауырсақ пісіріпті. Сосын ол терезеге қойды да, су үшін. Сосын ол көзін ашты да, домалап кетіп қалды да, сосын кімді көріпті? Түлкіні. Сосын қасқырды көріпті. Сосын айтады, бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеші мені, мен саған өлең айтып берем. Мен әжеден қаштым. Енді мен сенен қашамын. Қаш кетті да, домалап. Сосын қоянды көріпті. Қоян айтады, қоян, мен сені жеймін деп айтады. Сосын ол айтады, жемеші мені, мен саған өлең айтып берем. Мен атадан қаштым, мен әжеден қаштым, мен қасқырдан қаштым. Енді мен сенен қашамын деді да. Сосын домалап кетіп қалды да. Сосын аюны көріпті. Сосын аю айтады, аю, бауырсақ, мен сені жеймін. Жемеші мені, мен саған өлең айтып берем. Мен атадан қаштым, мен әжемнен қаштым, мен қасқырдан қаштым, мен аюдан қаштым, мен қояндан қаштым. Енді мен сенен қашамын деді да. Сосын домалап кетіп қалды да. Сосын алдынан кім келді? Түлкі. Сосын айтады, бауырсақ, мен сені жеймін. Сосын ол айтады, бір кезде бір ата мен бір әже болды. Ата айтты, бауырсақ пісірпес деді, оны жоқ деді. Сосын қылып алсын деді, қылып алды. Сосын пісіргенде, сосын да терезенің алдына қойды. А бауырсақ сосын қашып кетті, домалап. Сосын мініп алды да ағашқа. Анда оның алдына қоян келді. Қоян айтты, мен сені жеймін. Бауырсақ айтты, сен мені жей алмайсың деді. Сосын маған өлең айтпеш деді. Сосын айтты, мен атамнан да қаштым, мен әжемнен де қаштым, енді сенен де қашып кеттім. Сосын тағы да қашып кетті. Сосын оның алдынан аю шықты. Аю айтты, мен сені жеймін деді. Сосын айтты, маған өлең айтпеш деді. Өлең айтпеш деді. Сосын айтты, мен атамнан да қаштым, мен әжемнен қаштым, мен қояннан қаштым, енді сенен де қашам. Сосын ол аюдан қашып кетті. Тағы да бір қасқыр шықты. Сосын айтты, мен сені жеймін деді. Сосын айтты, тақпақ айтпеш деді. Сосын айтты, мен атамнан да қаштым, мен әжемнен де қаштым, мен қояннан да қаштым, мен аюдан да қаштым, мен қасқырдан да қаштым деді. Енді сенен де қашам деді. Тағы да қашып кетті да, түлкіні көрді. Түлкі айтты, тақпақ айтпеш деді. Мұнсыма мініп. Сосын айтты да, аузын ашты, сосын жүк қойды. ой, рахмет, іңкәр. Көп рахмет. Алдар көсе келе жатқан екен аттың үстіне. Саукеле салып үстінде киімі жыртық болыпты. Бірақ мен айтып жатыр, мен алдармын, бәрі мен алдаймын деп айтып келе жатқан ғой. Алтынан бай шығыпты. Үстіндегі киімі күшті, бітті, таза, бай, не болған ғой, сосын алдар ойланып келе жатыр дейді. Мен бұны қалай алдасам екен деп. Сосын айтты, мен суық мына тесіктен кіріп, мына тесіктен шығарып, мен жылы деп отырмын деп алдаған ғой байды. Сол кезде бай алданып қапты. Сосын үстіндегі жаңағы тонын алдар көсеге беріпті да, еще астындағы атын беріпті. Алдар көсе оған жыртық тонын беріп, үстіндегі астындағы ары қатты байға беріп, өзі байды алдап кетіпті. Осылай алдар көсе алдапты. Осылай мультфильмдерді көрдіңдер ме? Ол кітапты келіп оқысаңдар ертеңдерді. Біздің кітапханада ол ертеңдер бар. Мұғалімдермен біздің кітапханаға келуге болады, саяхатқа. Біз мұғаліммен өзіміз сөйлесеміз, мұғалімге айтады, сосын кітапханаға келесіздер. Рахмет. Бәріміз бірге. Тез айтайын, тезірек. Жаңылтпаш, тез айту керек, жаңылтпашта. Дегелек, ау, дегелек. Дегелек, ау, дегелек. Дамылдасын, дегелек. Дамылдасын, дегелек. Ой, жарайсың. Ищет кусать, нельзя кусать. Это лампочка. Зимой одним цветом это елка. Как делают Деда Мороза. Это, конечно, Снегурочка. Горит орешком, а это белочка. Из два. Будет 4. Biz kitap bölümü açardık, takırıp kamerası. Bizim kitapxonada maqal matizdir, kitaplar var, Can Başlar var, okuyumuz.
Тағы ертеде. Сосын біз ауыз әдеті болғаннан кейін күшті қазақ жұмбақтарын әкелдік, жанып баштар. Енді осы жерге келгенде мен сендерден ертегі тыңдағым келеді. Сендер кім маған ертегі айтып береді? Кішкентай ертегі болса келді. Кішкентай. Benim adım Ayana. Gül diyecek әдемі ғой, әдемі неткен қызың одан әдемі ғой. Күн сәулесі түсіп тұрады гүлдерге, қос итінсін таратады бәріне. Гүл деген нәзік қой әрине.